Лайк басқаннан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 томда болса да. Ай, лайк бастаңыздар, шындан көңіліме бір келді. Ассалаумағалейкум, қадірменді көпшілік. Бірнеше күннің алдында хабарлағанымыздай, біз Нағзата жұрт осы міне 2022 жылдың мамыр айының 12-сі күні конференция өткізбекшіміз. Ондағы негізгі мақсатымыз осы талай жылдан бері Шығыс Түркістанда Қытай коммунистерінен қорлық көріп жатқан, түрлі зұлымдыққа ұшырап жатқан, оның ішінде түрлі жалалар менен концлагер түрмелерге қамалып, сонда азапталып өлтірілген. Не болмаса намаз оқыған үшін, тағы да басқа жалалар менен ұзақ жылға сотталып, түрмеде азапталып жатқан, экономикалық қорлық көріп жатқан, пенсиясыз негізсіз тоқтатылған, үйлерін сата алмай жатқан, тағы да Қазақстанға балаларын шығарып оқытқан үшін, немесе Қазақстанға бір рет келіп қайтқан үшін, Қазақстанмен телефонмен сөйлескен үшін, Қазақстандағы белгілі танымал адамдардың видеосын көрген үшін, әнін тыңдаған үшін, түрлі қорлық көріп түрмеде жатқан, немесе үй қамақта отырған, немесе еркіндіктері түрлі дәрежеде негізсіз шектеліп жатқан бауырларымызды құтқару үшін талай жылдан бері алысып келе жатқанымыз белгілі. Және сол 5-6 жылдық істеген ісімізді қысқаша бір халыққа есеп беру мақсатында конференция өткізгелі отырмыз. Ол конференцияға Нағзата жұрттың негізгі мүшелері қатысады және сөз сөйлейді. Сонымен бірге Қытайдан түрлі қорлық көрген, концлагер түрмелерден шыққан, не болмаса бастарына қысым түсіп қауіп төнген соң Қазақстанға қашып өткен, және де экономикалық зардап тартқан, жерінің ақшасын ала алмай отырған, жайылымның ақшасын, пенсиясы негізсіз тоқтатылған, үйлері сатылмай отырған, тағы да басқа түрлі дәрежеде туыстар екіге бөлініп қалған деген сияқты отбасылардың уәкілдері қатысады және сөз сөйлейді. Біздің осы конференциямызға шетел журналистері қатысады. Сонымен бірге бірнеше шетел елшісінен де уәкілдер келуі мүмкін. Осы жоғарыда айтылған Қытайдан қорлық көрген азаматтар бізге келіп сөз сөйлеңіздер, куәлік беріңіздер. Әсіресе осы Серікжан Бұлаштың дүниеге айқай салуымен, Нағзата жұрттың талай жылғы еңбегімен, тікелей немесе жанамалай осы біздің еңбегімізбенен босап шыққан азаматтар, сіздер кішкене ояныңыздар. Сол жақтан келіп алып, Қытайдан келіп алып, мұнда тып-тыныш жатып алмаңыздар. Себебі Шығыс Түркістандағы қазақ менің елім, мені өсірген, мені аялап өсірген халық болса, тап сіздерді де солар өсірген, және солар сіздердің де халқыңыз. Оларды құтқару, олардың құқығын қорғау сіздердің де міндеттеріңіз. Сондықтан осы мамыр айының 12-сі күні сағат 1-де Алматы қаласы Достық даңғылы 104 Новотел қонақ үйінде болатын конференциямызға осы азаматтардың, естіген азаматтардың барлығында шақырамыз. Және өздеріңіздің білгендеріңізді ашық немесе жасырын түрде журналистерге немесе елшілік уәкілдеріне айтып куәлік беріңіздер. Конференцияның болатын тағы анықтап айтып кетейін. Достық даңғылы менен Абай даңғылының қиылысында, Республика сарайының қасында. Бүгін мамыр айының 9-ы 2022 жыл. Сіздерді конференцияда күтеміз.